саламатсыздар ма балалар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық балалар. Филиппити әдісі бойынша аттар міне жазылып топқа бөлініп тұр. Қанти осы бойынша топтарына отыра қойыңдар. Екі топқа бөлініп, енді топ бойынша топ жетекшісі ат жөнін жазып бағалайсың тобыңды. Топтағы топ жетекшісі бағалайық. Ал енді мына суреттегі кісі кім екенін айта қоямыз. Мақатаев екен. Мұқағали Мақатаев. Суреттен не көрдіңіз? Аққуды көрдіңіз, е? Сонымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай болатын болды? Тақырыпты пысықтау үшін сіздерге қазір сұрақтар қоямыз. Мінекей сабақтың тақырыбы аққулар ұйықтағанда. Сабақтың мақсатын қарай қоямыз балалар. Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу және көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейміз. Оқу мақсаты. Енді балалар үй тапсырмасын пысықтау үшін мына сұрақтарға жауап бере қойыңдар. Кім айтады жылдам? Дереу пысықтап жіберейік. Мақатаев қазақтың ақиық ақыны 1931 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы дүниеден өткен. Алматы облысы Райымбек ауданы дүниеге келген. Келесі сұрақ, қандай шығармалары бар? Мақатаевтың Ақ қайың, Ана аруы, Аққулар ұйықтаған кезде және тағы да басқалар. Ғашықпын деген әндері де бар. Өлеңдер. 30-дан асып барамын. Тағы да Ақ қайың әні. Жақсы. Келесі балар, аққулар ұйықтағанда шығармасы қалай өрбиді? Баласын ауырған үшін ол тәуіпке барады. Тәуіп оған аққудың қанын беруді ұсынады. Ол аққудың келі құс екен білмей аққуды атып, оның несін береді. Жақсы, отыра қой. Ана баласы үшін мәжбүр болды ол аққуды атуға. Қандай құс балалар? Аққу қандай құс? Арижан? Аққу киелі құс. Ол махаббаттың, пәктіктің, махаббаттың символы, пәктіктің сосын сұлулықтың белгісі. Жақсы, тамаша. Адал, қазақ, сондықтан оны махаббаттың символы деп атайды. Қалай бағалайсыңдар, Назерке? Анасының істеген ісі бір жағынан дұрыс, не бір жағынан бұрыс болады. Аққу киелі құс болғандықтан, оны атқаны дұрыс болмады әрине, бірақ ол баласы үшін барлығын жасады. Сол себепті аққуды атуға мәжбүр болды. Ана қандай да болса баласы үшін бел шешіп, қандай да болса іске барады екен. Бұл жерде ананың біз баласына деген махаббатын көріп тұрмыз. Жақсы балалар, үй тапсырмасын сұрақ жауап арқылы пысықтадық. Аққулар ұйықтағанда поэмасына композициялық талдау жасаймыз. Оны балалар, мен сендерге мына кадрды таратып берейін. Осыған композициялық талдау осы параққа жаза қойыңдар. Кадр арқылы түсіндіресіңдер. Ал балалар, композициялық талдауды бірінші топ жасады. Оқиғаның басталуы, Жетікөлдің табиғатын, аққулардың сұлулығы мен еркелігін суреттеді. Ары қарай оқиғаның байланысы. Оқиғаның байланысы қыздың ауыр халге түсуі, ел арасындағы аққу қанаты шипа деген түсінік және ананың ішкі толғанысы мен шешім қабылдауы. Ауырып жатқан, бірақ Назерке, бұл жерде ауырып жатқан бала ғой. Сен қыз дедің бе?
Соны дұрыстап неғыла ғой. Келесі. Оқиғаның дамуы ананың науқас баласы үшін тәуіптің айтқанына сеніп, киелі құсты атуға бет байлауы. Шарықтау шегі, мылтық дауысы, адамның аққуға оқ атуы және сұлулықтың талқандауы. Шешімі баланың өлімі қасиетті қол жайған ананың қасіретті және аққулардың көлден бір жала безіп кеткені. Келесі екінші топтың композициялық талдауын көрейік. Оқиғаның басталуы поэма табиғат көрінісін суреттеумен басталады. Көлдің тыныштығы аққулардың сұлулығымен. Оқиғаның байланысы. Анасын баласын қатты ауырады. Ел ішінде аққудың қанымен емделеді деген сенімге сүйеніп, ана шарасыз күйге түседі. Оқиғаның дамуы ана түннің ішінде көлге барып, киелі аққуды атады. Табиғаттың тыныштығы бұзылады. Аққулар шулап, көлдің сәні кетеді. Оқиғаның қарықтау шегі. Аққудың атуы поэманың ең шарықтау шегі. Оқиғаның шешуі. Баланың тағдыры трагедиямен аяқталады. Ана өкінішке ұшырайды, құстар енді бұл көлге келмейді. Балалар, шығармадан алынған үзінділерді креативті жазу. Мен сендерге үзінділерді таратып берем. Сол үзіндіге байланысты сендер өздерінің ойларыңды, ішкі сезімдеріңді мына үзіндіден басқаша жазуларыңа болады. Өз ойларыңды, сезімдеріңді жазасыңдар. Аққулар ұйықтағанда үзіндіні ала қойыңдар бәрің бір-бірден. Сол үзінді бойынша өз ойларыңды, өз ішкі сезімдеріңді басқаша формада жасап шығаруларыңа болады. Креативті жазу деген белгілі бір үзіндіні басқаша жазып шығару балалар. Ал жазуға кірісейік. Мақсатына байланысты кейіпкерлерге креативті жазу берілген тапсырма. Соны орындаймыз. Кәнки орындаған қай топ орындады дайын? Аяу. Ананың ішкі монологы түрінде. Түн, көл беті тып-тыныш, аққулар ұйықтап жатыр. Ал менің жүрегім ұйықтамайды. Баланың демі үзіліп бара жатыр. Табиғаттың тылсым тыныштығын бұзуға дәтім барама. Аққу киелі, бірақ ананың жүрегі одан да киелі емес пе? Кешір мені, аппақ құс, мен сені атқанда өз жүрегімді жаралағанымды білмеппін. Жақсы, тамаша. Аққудың монологы. Біз көлдің көркі едік. Түнде қанатымызда айғам алып, үнсіз тербелетіміз. Адамдар бізді киелі дейтін. Бірақ бір ана жылап келді. Оның көзіндегі үміт бізден аппақ еді. Сол түні мылтық үні көл тыныштығын бұзды. Адамдар кейде сендер махаббат пен қасіретті шатастырып аласыңдар. Мен көрмін, мен бәрін көрдім. Аққулардың пәктігінде, ананың шарасыздығында, бір оқ атылғанда тек құс қана емес, адамның да ары жараланды. Табиғат кешіреді, бірақ ешқашан ұмытпайды. Жылқышы көл жағасына қарап тұрып, аққуларға сүйсіне тіл қатты. Қарашы, қандай сұлу құстар, бұлай көлдің көркі, табиғатты киесі ғой. Адам баласы осындай сұлуқты бұзбақ. Жаңағы авторға хат жазғандарың бар ма балалар? Ал ынтымақ оқи ғой. Құрметті Мұқағали Мақатай, мен сізді аққулар ұйықтағанда поэмасын оқып ерекше әсер алдым. Поэмадағы табиғаттың сұлулығы, ананың балаға деген махаббаты және адам мен табиғат арасындағы байланыс өте әсерлі бейнеленген. Әсіресе ананың баласын аман алып қалу үшін аққуды атуы мені қатты толқытты. Ана жүрегіндегі мейірім мен үміт, сонымен қатар жасаған ісіне деген өкініш поэмада өте шынайы суреттелген. Бұл ауру сіз адам баласының табиғат заңы бұзғанда қандай табиғат тап болатынын көрсеткендей болды. Осындай терең мағыналы шығармаларыңыз жазғаным үшін алғыс білдіремін. Сәлемнен ынтымақ. Ал балалар, келесі біздің тапсырмамыз оқу мақсатына қарай кейіпкерлерге тура және жанама мінездеме беру. Қазір сендер аққулар ұйықтағанда поэмасындағы кейіпкерлерге тура және жанама мінездеме жасайсыңдар. Қай топ болып жасай қойыңдар, қай кейіпкерді аласыңдар, өздерің білесіңдер. Жанама мінездеме Алихан бере ғой. Бала
тура мінездеу ауру, әлсіз, дәрменсіз, жанама мінездеу бала бейнесі өмір мен үміттің символы. Жақсы. Аққу тура мінездеме, киелі сұлу құс табиғаттың көркі. Жанама мінездеме, аққуды ату табиғат заңын бұзу екенін білдіреді. Ана туралы мінездеме, жанқияр мейірімді, перзенті үшін бәрін дайын ана. Жанама мінездеме, оқатар алдындағы дірілі мен ішкі қорқынышы оның табиғатын қатыгез емес, тек шарасыз екен көрсетеді. Жақсы. Нәйля. Әке, тура мінездеме, сабырлы, байсалды, халықтық сенімді, берік ұстанатын адам. Жанама мінездеме, оның аққуды атуға қарсы болуы адамның табиғат алдындағы жауапкершілігі мен имандылықтың белгісі. Балалар, үйге сендерге осы аққулар ұйықтағанда поэмасы бойынша комикс сурет салып келіңдер деп тапсырылған еді. Бізде Қалабай Назерке салып кепті. Қанки Назерке? Мен Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасына бүгін комикс суретін салып келдім. Және бұл жерде бірінші суретте баланың ауыр халге түсіп, қиналып жатқан, ал оның жанындегі анасы және әкесі оның ауырғанына қайғырып отырғаны бейнеленген. Ал екінші суретте бұл тәуір. Ол анасына айтады: баланы тек аққудың қанаты арқылы аластаса, балаңызды аман алып қалуға болады деп айтады. Ал үшінші суретте анасы баласы үшін аққуды аяса да, бірақ бәрібір оны атады. Атуға шешім қабылдайды. Ол әрине баласы үшін жасағандықтан сондай іске барады. Ал төртінші суретте бұл қойшы. Оны жолда Жылқышы дейді. Жылқышы анасын көрген кезде оған айтқан екен: аққуды неге атасын, ол киелі құс қой деп айтқан екен. Анасы онда қанша атқысы келмесе де, баласы үшін жасағандықтан сондай іске барды. Ал бізде бесінші суретте ол уже аққуды алып үйіне алып барғанда, балам аман болса екен деген сеніммен үйіне барады. Ал үйіне барған кезде уже өкінішке орай баласы сол жерде қайтыс болған екен. Аққу киелі құс болғандықтан солай анасы айтқан екен: баламды да аққуды да құтқара алмадым деген. Деп қайғырып отыр. Деп қайғырған екен. Тамаша, суреті өте тамаша. Ал балалар, енді сабағымызды қорытындылау. Google әдісі бойынша не білдіңдер? Сабақта не сіздерге ұнады? Қандай тапсырмада қиындық көрдіңдер, соны жаза қойыңдар. Қиыншылық көрдіңдер. Тапсырма. Google әдісі бойынша кері байланыс береміз балалар. Қанки? Ал ынтымақ. Ешқандай қиыншылық көрмедім, себебі сабақ түсінікті. Тапсырмалар түсінікті болды, е? Аян? Мен бұл сабақтан ешқандай сұрақта қиналмадым. Тамаша. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Біз оқыған поэмада көп мән жатқанын түсіндім. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады, және де Мұқағали Мақатаевтың поэмасын өте түсінікті түрде өттік. Бүгін сабақта толық түсіндім, және аққудың қандай құс екенін білдім. Мен осы сабақта оңай түсіндім. Бүгінгі сабақ керемет өтті, және мен үшін жақсы тақырып болды. Ал балалар, сабақ бойынша қалыптастырушы бағалауларымды жинап алайын. Осы бойынша бағаларымды